Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Мақпал. Және достар, бүгінгі видеода біз жаңа сериал және осы қыздың сұрауы бойынша мен сіздерден сұрағам қандай сериал түсірейін деп. Сол себепті осы сериалды түсіретін боламыз. Және бізде қарапайым отбасы бірінші бөлімі. Сол себепті осы қызық болады деп ойлаймын. Және осы видеоны бастамас бұрын, осы сериалды бастамас бұрын маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал мен осы сериалымды, видеомды бастаймын. Ал біз онда кеттік. Ал қыздар, тұрыңдар, неғып ұйықтаватсыңдар? Кел тұра қойыңдар. Таңғы астарында нені берейін. Айзере, тұрсай бол. Той қазір мам. Болып тұр, қазір сабағына кешігесің. Жарайды. Жүріңдер, тұрыңдар бол. Ал қызым, сабағында жақсы оқып бар, Ой, жақсы оқып қайт. Жарайды. Мен онда кеттім мектепке. Жарайды, давай онда. Ой, қалайсың? Жақсы, қалайсың? Көп болды ғой, уже мектепте демалыстар болды, бір аптадай демалдық қой. Иә. Еще мен саған бір күшті жаңалық айтайын ба? Иә, айта бер. Білесің ба, мен ана арғы көшеде тұратын едім ғой. Енді мен осы сендердің көшелеріне көшіп келдім. Ура, прям андай 2 этажды үй алдым, мен үйім ғой. О, жақсы болды ғой. Иә, сол өзімде қатты қуанып тұрмын 2 этажды үй алғанымызға. Күшті, енді бірге ойнайтын болдық қой, күніге. Иә. Қой, жарайды, онда кеттік мектепке барайық, қазір кешіп қалмайық. Жарайды, онда кеттік. Жарайды, бірақ менде ақшам қатты көп емес. Жарайды, сен енді қарапайым тамақ аласың жартын, Мен прям андай американский прям күшті тамақ алғым келіп тұр. Сен қандай тамақ аласың? Білмеймін, қазір енді кекс па, пирог па салам. Жарайды, неқтін апайға кеткен өзі. Сәлеметсіңдер ме? Ой, ұмытып кеттім ғой мен. Келіңдер, не аласыңдар? Маған бір бабл ти, сосын бір салат, және де бір сэндвич бере салыңызшы, және болды, осыларды бере салыңыз. Ал сағаншы? Маған бір пирог и бір сок бере салыңыз. Жарайды, қазір берем. Қой, отырайық. Жарайды. Мен прям көп зат алып қойдым ба? Ладно, енді күніге алатын затым ғой. Сол әңгіме айтсай? Иә, сол айта берейін, Иә. Ой, прям дәмді болған ғой. Пирогтың дәмін көрейінші. Тоже өте әдемі ғой дәмі. Иә, сол айтпақшы, мен бір күшті алдында бірдеке болған соң айтып берейін, анау әшкеге болған қыз бай сияқты ғой. Қасында подруга қарапайым отбасынан шыққан сияқты. Сондай ол, енді подруга деген сондай болады ғой. Қой, мен әркімді өсекте бермей, оданша саудамды жасайын. Ой, анан айтпай-ақ қояйыншы енді сол. Ой, қыздар, не істеп жүрсіңдер наяқта? Қоңырау болды ғой уже. Күліп, шыңғырып, наяқта басқа адамдарға мешет өтатқан жоқсыңдар ма сендер өзі? Барыңдар сабақтарыңдар қазір. Айтып берем апайларына барып. Ой, апай, кешіріңізші, қазір барамыз. Ой, бай. Так, балалар, есеп түсіндірейін, сендерге. Бүгін оқушы түгелеміз сияқты ғой? 2 қыз вақта. Айзере мен кім еді, Айша ма? Жоқ, ағай, Айша емес қой. Аяру ғой. Ойбай, иә. Олар қақта? Білмеймін, кешіп келетін шығар, сол бағана көргем асханада. Анау жеп атқан. Ой, бір оларда бір.
Сәлеметсіз ағай, кірсек бола ма? Не істеп жүрсіңдер кешігіп? Ой, ағай, жаңа просто шоу. Нет, асханада тамақ жеп қалғанбыз ғой. Очередь көп болып қалды. Ой, бір. Отырыңдар болды. Келесі кешіп келіңдер, таяқ жейсіңдер. Кіргізбей қоям. Очередь деп қояды ғой. Ешқандай адамдар жоқ болды ғой. Сол ғой, өтірік алдай береді бұлар. Айзере тұршы. Аяру, Айзере тұрыңдар бұл. Ойбай, не болды тағы? Формаларын қақтан ау. Айзере, көк пендек болмайды, көк жилетка. Сұр жилетка киси. Сенкіде болмайды, Аяру. Сұр жилетка алыңдар барлықтарын. Аяру, барлықтарын киімдер болады, просто Аяру екеулерін, Айзере екеулерінкі болмайды. Сұр жилетка алыңдар. Той, жарайды. Жарайды, ағай. Ой, соған бола тұрғызма. Соғой. Кеттік өнекті далаға. Мен осындай киім сатып алдым. Ағай айтып еді ғой, соны. Өте күшті болып тұр ғой. Сол прям қанша? Бір жилетка 30 мың теңге дейді ғой. Негізі 40 мың теңге ғой. Просто менің туысқаным болған соң маған 30 мыңға берді. Қымбат қой тегі. Нормаль негізі 30 мыңға. Бірақ болады. Бірақ мен ойымша 20 мыңға болады деп ойлаймын ғой. Негізі 30 мың қатты қымбат болып кеткен сияқты. Ой, жарайды қой, бір ол туралы кейін әңгімелесеміз. Лучше ойнап келейік далаға. Мен қазір киімді ауыстырып алайын. Жарайды, кеттік онда. Маған жаңа киім алу керек еді, мам. Мектепке жаңа киім алу керек, яғни жилетка алыңдар деді. Ол жилетканың бағасы 40-30 мың теңге екен. Не? 40-30 мыңға 2 жилетка аламыз ғой біз? Сол енді негізі 20 мың теңге болу керек қой. Неға 30-40 мың қалған. Сол енді қымбат болып тұр ғой, енді не істейміз, аламыз ба? Білмеймін, ағай апайлар айтып жатыр солай. Жарайды, енді ақшаны қазір базарға барып мүмкін алармыз ертең. Жарайды, мам, онда рахмет. Жүріңдер, мен тамақ дайындап қойдым сендерге. Ішіңдер, жүріңдер. Жарайды. Мен сериалым аяқталды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. 2-ші бөлім күтіңіздер, достар. Енді аз минут болып қалса да енді кешіріңіздер, бірақ ұнады деп ойлаймын. Всем пока.